Бір шөп бар арқада киік оты, иіскесең лапылдайды көңіл оты. Жарықтық киік отай деп айтушы еді марқұм нағашы әжем. Арқада киік оты аса қадірлі шөп. Киік оты дәрі болмайтын дерттің түрі кемде кем. Қаны тасыған адам киік оты шайын демдеп ішсе бірден қан қысымы қалпына келеді. Ас қорыту жүйесіне де баппен бұқтырылған киік оты шайы мұңда бір ем. Тері ауруымен ауыратындар киік отының буына түссе құлан таза айырғады. Белсіз қалған еркек, төсектен суыған әйел адам киік отының қымызын құрғатпай ішсе, құштарлығы оянып, құмары қайта қозады. Киік оты көп жылдық дәрілік шөп. Гүлдері майда, сыпырғы тәрізденіп жиылған, қызыл күлгін түсті болып келеді. Құрамында иілік заттар, эфир майлары, аскорбин қышқылы, пигменттер бар. Жүкті әйелдерді емдеу үшін киік отын қолдануға болмайды. Себебі бұл өсімдік ондай әйелдердің ағзасына қолайсыз әсер етеді. Киік отының спирті тұнбасына мақтаны батырып алып, тіске қойса, ауырғаны лезде басылады. Күйе түспес үшін киік отын ұнтақтап, киімдерге сүйіп қоюға болады. Халық арасында жоғарғы тыныс жолдары қабынғанда киік отын тер шығаратын дәрі ретінде қолданады. Дәріні дайындау және қолдану тәсілі. 15 грамм ұнтақталған өсімдікті бір стақан қайнап тұрған суға салып, 20 минут тұндырады да бір қасықтан күніне 3 рет ішеді. Кең даланың кермек иісті кермек шөбі киік оты бүгінде азайып барады. Енді аз ғана жылдан кейін оның тұқымын да таппай қалуымыз ғажап емес. Жайылымдық жерлер азайған соң мал тұяғына тапталып, жоғалып бара жатқан дәрілік өсімдік дабыл қақтырарлықтай жағдайға жеткенмен оған жіті назар аударылып отырған жоқ. Кеңес кезінде елімізде киік отының 7-8 түрі кездесетін, ал бүгінде оның 2-3 түрі ғана қалған. Достар, бүгінгі видеода киік оты өсімдігінің адам ағзасына қаншалықты пайдалы екеніне тоқталатын боламыз. Видеода сіз естіп білмеген тың ақпараттардың барына сенімдіміз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Негізінен киік оты апельсиндар тұқымдасына жататын өсімдіктердің бір туысы болып келеді. Бұрын көбіне шөлейтті аймақта өсетін өсімдік аз қалды. Бүгінде табиғи тозаңдану арқылы тау бөктеріне қоныс аударған. Киік отының негізгі түрлері салалы киік отының құрамында наркоздық зат болғандықтан оны мал жемейді. Бірақ 4 түліктің тұяғына тапталғандықтан тұқымы құрып барады. Шашыратқы киік оты Алтай мен Орта Азияның сар топырақты және тастақ беткейлерінде, шөлейт далаларында өседі. Малдың барлық түрі азық етеді. Киік оты өзінің әдемі иісімен және емдік қасиетімен өте құнды болып есептеледі. Медицинада киік отын жоғарғы тыныс жолдарының қабынуына қарсы қақырық түсіретін дәрі ретінде қолданады. Оның несеп жүргізетін, өт айдайтын, тамаққа тәбетті арттыратын қасиеттері бар. Киік отыдан жасалған тұнбаны асқазанның қышқылы кемегенде, ішектің жұмысы нашарлағанда, жүйке жүйесін тыныштандыратын дәрі ретінде, жалпы дененің қуаты кеміп, күші азайғанда қолданады. Бір сөзбен түйіндегенде, оның емдемейтін дерті жоқ. Мамыр айынан тамыз айына дейін гүлдейді. Оның жер үсті бөлігін гүлдеген кезде жинап алады. Бұл шөппен қоректенген малдың еті өте дәмді болады. Дәрілік шөп әсіресе қымыз баптаушыларға таптырмайтын компонент болып табылады. Гүлі түсіп, нағыз пісіп, толысқан шағында теріп алып, кептіріп, онымен қымыз баптайтын күбі ұстайды. Сонда күбіге киік отының иісі сіңіп, онда дайындалған қымыз балта тиді. Сондай-ақ күбідегі қымызға киік отыны араластырып жіберуге болады. Өкініштісі, қазіргі таңда киік отымен дайындалған қымыз жоқтың қасы. Ол шөпті тапқан адам ғана
бал татитын қымыз дайындай алады. Яғни таудың ұшар басына шығатын сирек кездесетін алтынгүл сияқты таптырмай барады. Емдік шөптердің азаюынан дәрі-дәрмектер де қымбаттап барады. Бүгінде дәрі-дәрмектерден гөрі емдік шөптермен дертінен айығуға ден қойғандардың қатары арта түсуде. Ол үшін неше түрлі шөп шайлар шығарылуда. Бұл дегеніңіз келешекте дәрілік шөптерге сұраныс артады деген сөз. Статистика бойынша американдықтардың 54% шөп дәрілермен емделгенді дұрыс көреді. Сондай-ақ бұл табысы мол сала болып табылады. ақш-та бір жылда дәрілік шөпті сатудан түскен пайда $1 миллиард асқан. Фармацевтикалық зауыттарға жылына 10-15 тонна дәрілік шөп қажет. Алайда бұл қажеттілікті өтеу өте қиын. Өйткені арнайы шөп жинаумен айналысатындар тек 2 тонна ғана жинай алады. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сонымен бірге, осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.